Алтыншы мойын омыртқасы. Басқа мойын омыртқаларына құрылысы жағынан ұқсағанмен, өзіне тән ерекшелігі болады. Алтыншы мойын омыртқасының ерекшелігі бұл көлденең өсінділеріндегі алдыңғы төмпегі басқа мойын омыртқаларына қарағанда өте жақсы жетілгендігінде болып келеді. Алтыншы мойын омыртқасының алдыңғы төмпегі басқа мойын омыртқаларына қарағанда үлкен және жалпақтау болып келіп, ұйқы артериясынан қан кеткен кезде ұйқы артериясынан кетіп жатқан қанды уақытша тоқтату мақсатында ұйқы артериясын алтыншы мойын омыртқасының алдыңғы төмпегіне қысып басу арқылы қанды уақытша тоқтатамыз. Сол үшін де алтыншы мойын омыртқасының алдыңғы төмпегін ұйқы төмпегі деп аталады. Латынша атауы туберкулум каротикум деп аталады. Келесі жетінші мойын омыртқасы. Жетінші мойын омыртқасы. Латынша атауы вертебра prominens деп аталады. Қазақша мағынасы шығыңқы деген білдіреді. Бұл ең басты жетінші мойын омыртқасының ерекшелігі болып табылады. Бұл ерекшелік жетінші мойын омыртқасының жота немесе қылқанды өсіндісінің басқа мойын омыртқаларына қарағанда өте ұзын және тік бағытталғанда. Сол себепті тірі адамдарда жетінші мойын омыртқасы тері астынан оңай сипап сезіп анықтауға болады. Жетінші мойын омыртқасынан клиникада омыртқа бағанасындағы орналасқан омыртқаларды санау жүргізіледі.